жүрек төрінен орын алған теңдессіз тұлға Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өмірбаяны. Жалғасы. Байкот. Әзірет Хамзадан кейін Әзірет Омардың да иманға келіп, мұсылмандықты қабылдауы құрайыштықтар үшін күтпеген соққы болды. Оның үстіне Эфиопияға үкілі үміт артып жіберген елшілерінің түк бітірмей құр алақан оралғаны да, Эфиопияға хижрет еткен мұсылмандардың күн санап қатары толысып күшейе түскені де жандарын жегідей жегендіктен, меккеліктер ендігі жерде мұсылмандарға қоқан-лоққы жасаудан аянбауға сертесті. Себебі Алладан келген ақиқаттың біртіндеп қанат жая бастауы осылай жалғаса берсе, түбінде мұсылмандар үстемдік құрары анық. Ол аздай Хашим және Әбдімүтәліп әулеттерінің пайғамбарымызды қорғап, оған ешкімді тигізбеуі жағдайдың бетімен кетуіне жол ашты. Халық арасында уағыз-насихат еркін жүргізіліп жатқанда, әрбір адамды бақылауда ұстау тіпті мүмкін емес. Әбу-Лахабтан өзге Мекке жұрғаты да түгел дерлік Мұхаммед Әминді қорғауға әзір тұрды. Жығылған үстіне жұдырық демекші, өз жақтастарының қатары сиреп, мұсылмандар жағына өтіп жатқанын көрген мүшриктер қалайда тез арада нақты әрі оңтайлы шешім тауып, хақ діннің тамырына түбегейлі балта шаппасқа болмасын түсінді. Ақырында мүшриктер бір күні кешқұрым жиналып, мүміндер үшін өлім жазасынан да ауыр соғатын шешімді жүзеге асыруға бел буды. Олар Хашим және Әбдімүтәліп әулеттері Мұхаммедті өз қолдарына әкеліп табыстамайынша олармен толықтай қарым-қатынасты үзуді ұйғарды. Яғни оларды Меккеден қуып шығуға, олармен қыз алысып беріспеуге және оларды азық-түлік, киім-кешек сынды күнделікті тұрмысқа қажетті заттармен қамтамасыз ететін барлық керуен жолдарын жабуға, бүгінгі күннің тілімен айтқанда жаппай бойкот жариялауға өзара уағдаласты. Бұл дегеніміз адамды тірідей өлтіру емес пе? Я, қаныпезер мүшриктердің діттегені де осы еді. Аллаға иман еткені үшін мүміндерді жаздың аптап ыстығында жапан далаға айдап салу арқылы олардың шөл мен аштықтан қырылуын көкседі. Осылайша арабтар арасында сан ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан құн дауынан, яғни нақақтан нақақ кісі өлтіргені үшін кек алу дәстүрінен құтылуды көздеді. Адам ақылына келе бермейтін осынау сұмдық шешімді жаһанға жар салу үшін әрбір бабы, тармағы бөлек-бөлек жазылған қағазды Қағбаның қабырғасына іліп қойды. Мұны жазған Мансұр ибн Икрима болатын. Міне, осылайша Уарақаның айтқандары бірте-бірте шындыққа айнала бастады. Неткен сұмдық, жек көру мен өшпенділіктің де осындайы болады екен-ау. Мүшриктерге қарсы шығуға еш дәрмені қалмаған мұсылмандар уахи түсе бастағанына 7 жыл толғанда, Мұхаррам айының ымырт түскен бір кешінде Меккені тастап шығуға мәжбүр болды. Қай кезде де жанынан табыла білген көкесі Әбу-Тәліп бұл жолы да пайғамбарымызды мейірім қанатының астына алып, қала сыртындағы Шиби Әбу-Тәліп деп аталатын жерді паналауға рұқсат береді. Мұсылмандар келе саласымен қолдарындағы барымен шатыр құрады. Шатыр дегендері қазыққа ілінген 40 жамау шоқпыт қана. Тілі иманға келіп, мұсылмандықты қабылдамаса да, Әбу-Тәліп мүміндерге қолдау көрсетуден тынбады. Немере інісін басына төнер әртүрлі бәлекеттен қорғау үшін сан қилы сақтық шараларын ойластырып, тіпті кейде Алла елшісінің төсегіне өзінің ұлдарының бірін жатқызатын. Мұсылмандар осы мекенде әрбір күні адам төзгісіз азапқа толы 3 жылды бастан өткерді. Күннен күнге аштықтан арып ашқан, жұқпалы аурудан, бауыр еті жақынынан айырылған мұсылмандардың зарлаған дауысы жан-жақтан естіліп жатты. Осынау қиын қыстау кезеңінің ауыртпалығы Алланың ең сүйікті құлы пайғамбарымызға да ауыр тиді. Алайда қандай жағдай болмасын, өзінің ұлы міндетін жалғастырып, адамдарға рухани азық беру керекті.
себебі мұндай қиындықтарға тек иманы берік жандар ғана шыдап бақпақ. Сондықтан алла елшісінің соңынан ерген ізгі жандар да осы иманнан бек ұстап, оның уағыз-насихатынан күш-қуат жинақтады. Тіпті мұсылмандықты қабылдамаса да, Расулалланы қолданғандар осы ауыртпашылықты сезініп, қиындықтарға қарамастан мүшриктерге қолдарынан келгенше қарсылық көрсетті. Алланың кәламын тек өз ағайын-туыстарына түсіндіріп қана қоймай, өзге елдің өрендеріне де жеткізу керек болғандықтан, алла елшісі мен оның сахабалары алдарына келген әрбір мүмкіндікті қалт жібермей, сырттан келген адамдармен кездесіп, әсіресе қасиетті айларды сеп етіп, ислам жайында барынша көп мағлұмат беріп қалуға тырысты. Аштықпен, құрғақшылықпен және ауру-сырқаумен өткен тауқыметті 3 жыл. Бала-шаға, ер-әйел, кәрі-жас, сау-науқас демей бәріне бірдей қаныпезерлік жасау неткен қатыгездік десеңші. Я, аштықтан жылаған балалардың аянышты даусынан тас екеш тастың өзі, Фаран таулары елжіреп, еріп жатқандай көрінді. Түн ұйқысын 4 бөліп, жаббар иесіне жалбарынып түнін құлшылықпен өткізу үшін намазға тұрған шағында айнала толған жас сәбилердің сыңқылдаған үнінен, аналардың күңіренген даусынан алла елшісінің жүрегі қан жылады. Мүшриктердің мүміндерге деген дұшпандығы мен өшпенділігінің артқаны соншалық, мұсылмандардың жер басып тірі жүргенінің өзі оларға маза бермеді. Олар үшін мұсылмандармен бірге бір қалада өмір сүру әсте мүмкін еместі. Сондықтан әбден әлсіреп, біткен мүміндерді дүркін-дүркін ауыр соққының астына алуды жөн көріп, бір сәт болсын тыным бермеді. Осынау сұмдық жоспарды ойлап тапқандардың көш басында әлбетте сол қоғамның перғауыны Әбу Жахил тұрды. Мұсылмандар тек қасиетті айларда ғана Меккеге келіп, қолдарындағы болмашы тиын-тебенге шектеулі мөлшерде керек-жарағын сатып алып кететін. Тіпті құрайыштықтар сырттан келетін керуендерді қаланың сыртында күтіп алып, мұсылмандарға ештеңе сатпауға үгіттейтін. Көнбегендерін қоқан-лоққы жасап мәжбүрлейтін. Тым құрығанда керуендегі заттардың бәрін өздері сатып алып, мұсылмандарға еш нәрсе қалдырмауға тырысатын. Аштықтан қатты қиналғандары соншалық, Сағд ибн Абу Уаққас секілді түнде дәрет сындыруға шыққанда әлдебір теріні тауып алып, тазалап, отқа қақтап жеп, сол азықтан бойына әл жинап, 3 күн бойы Раббысына шүкіршілік еткен нар тұлғалар да болды. Көбі ағаштың жапырағы мен қабығын жегендіктен іштері қатып, үлкен дәретке отыра алмай қиналды. Осынау қиын қыстау күндерді көре тұра, Хадиша анамыз да жайбарақат қала алмады. Қолындағы барын пұлдап, жиені Хаким ибн Хизам арқылы жасырын түрде азық-түлік алдырып, аш-жалаңаш жандарға пана болды. Бірде Хаким ибн Хизам әдеттегі қалпынша кешқұрым жолға шығып, қолындағы бір уыс бидайды әпкесіне апара жатқанда, Әбу Жахил байқап қалады. Көрген бойда Хашим әулетіне азық апара жатсың ғой, ант етейін, сен де менен құтыла алмайсың, оларға азық апаруыңа рұқсат бермеймін. Көр де тұр, сені бүкіл Меккеге масқара етемін деп дүрсе қоя берді. Осы сәтте Хашим әулетінен Абул Бахтари келіп қалады. Ол иман етпесе де адамгершілігі мол кісі болатын. Бұл жерде не болып жатыр деп сұрады. Сонда Әбу Жахил, Хашим әулетіне азық апара жатқан жерінен қолға түсірдім деді. Бұған Абул Бахтари, әпкесінің жағдайын ойлап, бір уыс бидай апара жатқан адамға кедергі келтіргенің жарамас, жолынан әрі тұрғаның жөн болар деп өктемдік көрсетті. Сол-ақ екен, екеуі жаға ұстасып төбелес кетті. Тіпті Абул Бахтари қолына түскен бір сүйекпен Әбу Жахилдің басын жарды. Бұл көріністі Әзірет Хамза да анадайдан бақылап тұрған болатын. Осы оқиғадан кейін Әбу Бахтари сынды адамгершілігі мол жандардың мейірімі оянып, мүшриктердің осынау қатыгез іс-әрекетіне деген наразылығы күшейе бастады. Бұл қағбаның қабырғасына ілінген бір парақ қағазды алып тастап, бойкотты тоқтататын сәттің ауылы алыс емес екенін аңғартты. Осы кезде Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам көкесі Әбу Талибке, көкешім, Алла тағала құрайшықтардың қағба қабырғасына ілген қағазын жеп
құрту үшін кішкентай ғана құртты жіберді. Сол құрт қағаз бетіндегі Алланың атынан басқа бойкотқа және зұлымдық атаулыға қатысты қалған барлық жазуды жеп қойды, деді. Бұл сөзді естігенде Әбу Тәліптің таңданысында шек болмады. Өйткені қаныпезер құрайыштықтар інісінің Қағбаға барып бұл қағазды ұстамақ, былай тұрсын оның маңына да жақындауға рұқсат бермейтіні анық еді. Сондықтан ол, бұны саған Раббың айтты ма деп таңдана сұрады. Иә, деді Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам. Бүгінге дейін Әбу Тәліп өз інісінен бір ауыз сөз өтірік естімеген, сондықтан оның айтқанына сөзсіз сенді. Сол сәтте оның санасында әлдебір ой жаңғарып сала берді. Бұдан артық шыдап бағудың қажеті жоқ. Мұхаммед айтқан болса, ендеше ақиқат. Дереу осы хабарды өзге мұсылмандарға жеткізді. Олардың жүздерінде де қуаныш лебі байқалды. Көп ойланбастан бұл тылсым хабарды ел-жұртқа жариялау һәм оған куә болу үшін барлығы адымдап Қағбаға қарай бет алды. Жол-жөнекей бұларды көрген жанның бәрі дерлік Қағба жақта әлдебір оқиғаның орын алғанын сезді. Әбу Тәліп інісінің айтқандарына және Алланың жіберген хабарына шек шүбәсіз сенгендіктен: «Уа Мекке жұрты, Мұхаммед сендердің Қағба қабырғасына ілген қағаздарыңа Алланың кішкентай құртты жібергенін және сол құрттың қағаз бетіндегі Алланың атымен деген жазудан басқа зұлымдыққа, ағайындық қарым-қатынасты үзуге және шектен шығушылыққа қатысты сөздер жазылған барлық бөліктерін жеп қойғанын айтты. Ол ешқашан жалған сөйлемейді. Ендеше сендерге керемет мүмкіндік туып тұр. Егер інімнің айтқаны дұрыс болса, мына әрекеттеріңді тоқтатасыңдар. Ал айтқаны жалған болса, мен оны қолдарыңа тапсырамын. Оны өлтірсеңдер де, тірі қалдырсаңдар да өз еркілерің, деді. Бұл істің түпкі мақсаты мен шынайы жағдайынан бейхабар құрайыштықтар ақыры шыдамы біткен Әбу Тәліп інісін өз қолымен тапсыруға келіп тұр екен деп ойлап, ерекше қуанып, еш екіленбестен: «Жарайды, сен ең дұрысын жасадың», деп бірауыздан келісе кетті. Сөйтіп олар Қағба қабырғасындағы қағазды көруге асығып жүгірісе жөнелді. Мүшриктер тұтқасына 3 құлып салынған қобдишаны ашып кеп жібергенде бәрі дәл Әбу Тәліптің айтқандай екенін көріп, таңданыстан не дерін білмей сіресіп қатып қалды. Қолдарындағы қобдишада қағаз да жерге құлап түсті. Осы сәтте Әбу Тәліп өзіне нық сеніммен: барлығы түсінікті болды. Енді бұл бойкоттың ешқандай мағынасы қалмады, деп Қағбаның пердесін түріп ішке енді. Кірген бойда қолдарын көкке жайып: «Уа жаратушы, жаббар иеміз, бізге зұлымдық жасағандарға, бізді ел-жұртпен араластырмай бұғауда ұстағандарға және ешқандай ақысы, құқығы болмаса да бізге қоқан-лоққы жасап зәбір көрсеткендерге қарсы тұру үшін бізге өзің жәрдем ет», деп дұға етті. Осыдан кейін барлығы жиналып 3 жыл бойғы қайғы-қасірет шеккен Шиби Әбу Тәліпке қайтып оралды. Енді ескі күндер артта қалып, жаңа өмірдің басталары хақ. Өйткені Қағбада жасалған дұға қабыл болып, зұлымдыққа наразы жандар да әрекетке көшкенді. Осы тұста пайғамбарымыздың әпкесі Атика бинт Әбдімүтәліптің ұлы Хишам өзінің бауыры Зухайраға былай деп жатты: «Ей Зухайр, ағаларыңның ауыр халін біліп, ести тұра, молынан ішіп-жеп, әдемі киініп, отбасыңмен мамыржай күй кешкеніңе жол болсын. Мұсылмандардың я сауда-саттық жасай алмай, я тіршілікке демеу болар бір жұтым су не бір үзім нан таба алмай қатты қиналып жатқанын хабардарсың. Аллаға ант етейін, егер мұсылмандар Абул Хакамның ағалары болғанда және мен оған осы сөздерді айтқанда, ол менің сөздеріме құлақ салып ағаларына көмектесер еді». Зухайр сөздің астарын ұқса да түсінбегендей кейіп қайта сұрап: «Ей Хишам, сенің не айтқың келіп тұр? Жалғыз өзім не істей аламын? Уаллахи, қасымда тағы біреу болғанда Қағбаға барып ана қағазды жыртып тастар едім», дейді. «Жалғыз емессің, қасыңда тағы бір кісі бар», дейді Хишам. «Ол кім?» «Мен». «Олай болса кел, 3-ші адамды табайық». Көп ұзамай екеуі Мудғым ибн Адиға барады. Оған да осы сөздерді айтып, оны
да ертіп алады. Бұдан кейін 4-ші адамды іздей бастайды. Абу-Бахтари да осы сәтті күткен еді. Артынша Замға ибн Асуад да оларға қосылады. Міне осы 5 адам қару-жарағын асынып, Хишам және Абдул-Муталиб әулеттерін соңынан ертіп, Қағбаға қарай беттеп келе жатты. Оларды көрген құрайыштықтар не істерін білмей дал болды. Келе сала Қағбаны 7 рет тауап еткеннен кейін алдын ала келісілгендей Зухайр сөз алып: «Уа Мекке халқы! Біздер молынан ішіп-жеп, әдемі киініп, уайым қайғысыз жүрген кезде қайдағы жоқ қаныпезер атқамінерлердің кесірінен Хашим әулетінің азапты күй кешіп, аштан-аш қырылып кетуіне жайдан-жай қол қусырып отыра алмаспыз. Сондықтан зұлымдықты заңдастырған мына қағазды жыртып тастамай, мен бұл жерден кетпеймін» деп сөзін түйіндеді. Әбу-Жахил осының бәрін тыңдап болып: «Мен де қарап қалмаймын» деді. Сонда Замға алға шығып: «Уаллахи, нағыз өтірікшінің өзі сенсің. Біз ол қағаздың жазылғанына разы болған емеспіз. Сен жаздырдың соны» дейді. Абу-Бахтари да: «Замға дұрыс айтады, мына озбырлыққа үнсіз қала алмаймыз» деп өз ойын жеткізді. Мутғим ибн Ади мен Хишам да достарын қолдап: «Бұл дұрыс айтады. Осы қағазда жазылғандардан да, жасалған зұлымдық істерден де Алла сақтасын» деді. Бір сәтте Қағба асыға күткен адамгершілік пен мейірімге қайта қауышқандай болды. Кеш те болса күпірліктің сағы сынып, тауы шағылып, тауаны қайтты. Өзін-өзі іштей жеген Әбу-Жахил бұл сөзсіз түннен бері жоспарланған арандатушылық әрекет деп наразылығын білдірді. Қағбаға қайта оралған Абу-Талиб пен оның достары да осы оқиғаны сырттай бақылап тұрғанды. Анығында олар бұл тауқыметті кезеңнің ертелі-кеш аяқталып жайма-шуақ күндердің орнайтынына онсыз да сенгенді. Себебі Алла тағаланың сүйікті құлдарын көмексіз қалдыруды әсте мүмкін емес. Ақыры Мутғим ибн Ади батылдық танытып, Қағба қабырғасындағы сол бір зұлымдық парағын жыртып тастау және осылайша 3 жылға созылған адам төзгісіз қатыгездікті тоқтату үшін қасиетті үйге аяңдай басады. Міне ғажап, қағаздың Алланың атымен деген жазуы бар бөлігі ғана сақталыпты, ал оның қасында жаратушының әмірін орындап, бейне бір рахат сезімге бөленгенде кішкентай ғана құрт тұр екен. Сөйтіп, қағаз бетіндегі хам іс жүзіндегі 3 жылға созылған бойкот та аяқталды. Қайғылы жыл. Бойкот бітсе де мүміндер үшін мамыржай бейбіт заман орнай қоймады. Бейне бір Алла тағала өзінің сүйікті құлдарын осы дүниеде түрлі қиындықтарға душар етіп, оларға берер игілігін ақиретке сақтағандай, мүшриктер бойкот біткеннен соң Меккеге оралған мұсылмандарға қарсы күнде бір айла тауып, өмірлерінің шырқын бұзуға тырысты. Бойкот арқылы қырып жібере алмағандарына іштей налып, осының кегін басқалай алуды көздеді. Артта қалған 3 жыл талай мүміннің жадында қорқыныш пен үрей ретінде сақталып, жүректерге жара салғанды. Аштықта шырқырап жылаған балаларының дауысы әлі де болса ата-аналарының санасында жаңғырып құлағынан кете қоймады. Осы тұста елде жұқпалы ауру тарап, адамдар бірінен соң бірі көз жұмып жатты. Осынау нәубетті жылдарға пайғамбарымыздың Әбу-Талиб пен Әзірет Хадиша секілді қос сүйеніші де ауру жұқтырып, жазылмас дертке шалдықты. Ол аздай мұсылмандардың көңілі құлазып, Меккеде жаңа өмір бастауға деген сенімі күн санап әлсірей бастады. Ал мүшриктер болса, орайлы сәтті пайдаланып қалу үшін қитұрқы әрекеттері мен мүміндерге қастық қылуын еш доғармады. Әбу-Талибке жасалған ақырғы ұсыныс. Жылдардың жүгі Әбу-Талибтің белін бүгіп, тіпті аяқтарын зорға басатын халге жеткізді. Тек өзінің ғана емес, тайпасының да ауыр жүгін осы күнге дейін көтеріп келген мүшриктердің қарсылығына қарамастан, немере інісінің де жауапкершілігін өз мойнына алып, өмірі мехнатпен өткен Әбу-Талибтің енді міне қаруы қайтып, бір аяғы көрде, бір аяғы жерде тұрған шағы. Рамазан айы. Әбу-Талиб төсек тартып жатып қалды. Оның ауыр науқасқа шалдыққандығы туралы
Хабар Меккеде тез тарап, хал сұрап келгендердің қарасы күннен күнге көбейе түсті. Осы кезде күпірлік жақтастары да қол қусырып отырмады. Олар Абу-Талибтің жағдайын білгендіктен Утба мен Шайба ибн Рабия, Абу Жахил, Умейя ибн Халаф және Абу Суфиян секілді Құрайыштың атқамінерлері бастаған шамамен 25 адам болып Абу-Талибпен кездесуге бел буды. Олар өз араларында былай деп ақылдасты: Хамза мен Омар да мұсылман болды, олардан да айырылдық. Мұхаммедтің діні тайпалар арасында етек алып барады. Абу-Талибке барып немере інісін біздің қолымызға беріп кетуін сұрайық. Біз бұл мәселені басқа жолмен шеше алмаймыз, деді біреуі. Екіншісі: шынын айтса, мен бұл шалдан қорқамын. Қайтыс боларда Мұхаммедтің айтқандарын айтса, сүйегімізге қара таңба түсіп, біз күллі арабтың алдында масқара боламыз, деді. Үшіншісі: ең дұрысы сендерге күте тұрыңдар. Ертең көкесі қайтыс болғаннан кейін одан құтыласыңдар, деді. Өз ойларын осылай білдірсе де, ортақ мақсаттары өмірінің соңғы сағаттарын өткізіп жатқан Абу-Талибпен кездесіп, соңғы рет ұсыныс жасау болатын. Олар Абу-Талибке келіп: уа Абу-Талиб, сен біздің жағдайымызды да, өзіңнің басыңа келіп тұрған жайтты да жақсы білесің. Бізді мазалайтын нәрселер де белгілі. Ініңмен арамыздағы қатынасты бәрі біледі, ешкімнен жасырмаймыз. Сен Мұхаммедке айт, біз оған тиіспейміз, ол да бізге тиіспесін. Біздің дініміз бен түсінігімізге араласпасын. Біз де оның дініне араласпаймыз, деп ұсынысын білдірді. Абу-Талибке бұл ұсыныс тиімді болып көрінді. Өйткені мүшриктер де, мұсылмандар да өз-өздерімен болса, екі жақта да тыныштық орнап, інісіне де қауіп төнбесі анық. Сәл ойланып, немере інісін шақыртты. Мұхаммед қауымыңның бетке тұтар ел ағалары келіп, саған тиіспеуге кепілдік һәм уәде беріп отыр, деді. Мұны естіген пайғамбарымыз: мен олардан тек бір ғана сөзді айтуларын сұраймын. Осы сөзді айтса, олар бүкіл араб жұртына билік етеді және күндердің күнінде басқа халықтарда арабтарға мойынсұнатын болады, деді. Пайғамбарымыз осыны айтқаннан кейін Мұхаммед ұсынысты қабылдады деп ойлап қалған Абу Жахил дереу алға шығып: бір сөз ғана, ол не дегенің? Әкеңді сыйлағандықтан саған бір емес 10 сөз айтайық, деді. Сол кезде Алланың елшісі: ля иляха иллалла деп айтыңдар және Алладан басқа табынған барлық құдайларыңды тастаңдар, деді. Бұл Расулалланың әрдайым айтып жүрген талабы болатын. Алайда бұл ұсыныс мүшриктерге ұнамады. Сондықтан ежірейе қарап: сонда сен мұншама құдайды жалғыз құдай етпексің бе, деді екінші біреу сөзге араласып. Мұхаммедпен ешқашан тіл табыса алмайсыңдар, одан да осы күнге дейін жасағандарыңды жалғастыра беріңдер. Араларыңдағы мәселе түпкілікті шешілгенге дейін аталарыңның дінінен бас тартпаңдар, деді. Сол сәтте уахи келгендігінің белгілері байқалды. Жәбірейіл жаңа хабар әкелді. Мүшриктер ескертуші пайғамбардың өз араларынан шыққанына қайран қалып, аң-таң болысқан еді. Сөйтіп олар: бұл анық сиқыршы әрі өтірікші. Сонда ол мұншама құдайды жалғыз құдай етіп қойды ма? Бұл расында да өте таңғаларлық нәрсе, дейді. Осы аят олардың үнемі хақтың назарында екендігін паш етті. Олардың пиғылдары да, ішкі есептері де әшкереленіп, ашықтан ашық ескерту жасалды. Осы аяттың жалғасында былай делінді: мүшриктердің алдыңғы қатарлылары сені жаңа дінді насихаттаудан айныта алмайтындықтарына көздері жеткенде өре түрегеліп бір-біріне: қане кеттік, өз құдайларыңа табынудан танбаңдар. Бұл яғни бәрімізге бас болу расында да о бастан мұрат етілген нәрсе. Яғни Мұхаммедтің бұл дінді жаюдағы бар мақсаты бәрімізді билеп-төстеу. Біз мұны, яғни Құдай жалғыз дегенді осы күнгі діндердің бірде-бірінен естіген емеспіз. Бұл бір ойдан шығарылған ертегі, басқа түк те емес. О тоба, арамыздан басқа ешкімді таппағандай бұл кітап соған түсірілді ме десіп те кете барған еді. Жоқ, олар сенің дұрыс адам екеніңе кәміл сенеді. Алайда олар тек тәкаппарлықтары себепті менің ұлы жолдауыма
кітабыма күмәнмен қарауда, анығында олар менің жан төзгісіз азабымды әлі татқан жоқ. Абу Талиптің соңғы насихаты. Иә, олар Алланың жан төзгісіз азабын әлі тататыны сөзсіз. Алайда әр нәрсенің өз уақыты бар емес пе? Осы кезде Әбу Талип Құрайыштың атқа мінерлеріне қарата былай деді: «Уа Құрайыш жамағаты, сендер Алланың жаратылыстарының ішіндегі ең таңдаулылары әрі арабтардың төрелері болып есептелесіңдер. Араларыңда ел билеуге лайықты мырзалар да, ештеңеден қорықпайтын нар тұлғалы азаматтар да, қолындағысын ешкімнен аянып қалмайтын жаны жайсаң, жомарт жандар да бар. Сендер жел айдаған қаңбақтай бір онда, бір мұнда қаңғырып жүрген қауым емессіңдер. Абырой беделдерің де жетерлік. Ендеше тұла бойыңыздағы осынау ізгіліктерді өзгелерге үйретіп, олармен бөлісу һәм оларды жақсылыққа шақыру сендердің мойындарыңдағы борыш екенін естен шығармаңдар. Қазір сендер араларыңдағы бір қатар жандармен жауласып жүрсіңдер. Сендерге айтар ақылым, осы жауластықты қойып, бірлікке, татулыққа келіңдер. Сонда Раббыларыңның разылығына бөленіп, жанға жайлы ғұмыр кешесіңдер және қазіргі жағдайларыңды жақсартасыңдар. Ағайын арасындағы алауыздықты қойып татуласыңдар. Ағайын туыс бір-біріңмен қарым-қатынасты үзбеңдер. Ағайын арасының жақсы болуы ажал сәтінде адамға үміт беріп, қайғы мен мұңнан арылтып, сырт көзге де мықты ел болып көрінесіңдер. Асыра сілтеу мен бүліктен алыс болыңдар. Өйткені осы екеуі ғасырлар бойы талай халықтың басын жұтқан. Көмек сұрағанға көмектесіңдер, қолын жайып сұрағанның қолын бос қайтармаңдар. Өйткені бұл екеуі өмір мен өлімнің арасын жалғаушы нәрселер. Дұрыс сөз айтыңдар, аманатқа қиянат жасамаңдар. Өйткені бұл екеуінде ерекше сүйіспеншілік және ұлылық бар. Сендерден сұрайтын соңғы өтінішім, Мұхаммедке қайырымды болыңдар. Өйткені ол Құрайыштың ішіндегі ең сенімді, арабтардың ішіндегі ең абзал жан. Оның қолға алғаны өте ауыр іс. Бастаған ісін көңіліммен құптасам да, елдің сөзіне ілігем бе деген қауіптен тіліммен құптай алмаймын. Ант етейін, арабтардың оған ағылып келетін күндерін, жақсылардың Мұхаммедпен тізе қосып әлсіз, панасыз жандардың оның қамқорлығына бөленетін күндерін көріп тұрғандаймын. Алыс жақын Мұхаммедтің дінін қабылдап, осы діннің жан-жаққа тарайтынын қазірден сезіп жатқандаймын. Бұл қате берсе, кете берсе, өлімнен кейінгі өмірдің игілігі мен берекесі соларға бұйырып, Құрайыштық әміршілер мен белі жуан бектердің жарығы өшіп, жұлдызы сөнгендей сорламақ. Бүгін әлсіз, қорғансыз болғандары сол күндерде мерейі үстем болмақ. Бүгін құдіретті, азулы болғандар сол күндері пақыр, мұқтажға айналмақ. Арабтар қазірден бастап Мұхаммедке құшақ жайып, қол ұшын соза бастады. Бауырға басып, қошеметке бөлеуде. Қолдарыңдағы алтынды бағалай біліңдер. Уа Құрайыш, жәрдемдесіп, ісін жалғастыруы үшін Мұхаммедті қорғаңдар. Аллаға ант етемін, кімде-кім Мұхаммедтің жолымен жүрсе, тура жолға түседі және жеткізген дінін ұстанса, бақытқа кенеледі. Әттең, ажалым біраз кешігіп, өмірім сәл де болса ұзарғанда, осынау қиындықтарды жоюға ат салысып, басына келетін бәле-жаладан қорғай алғанымда ғой. Я, мынадай жүрек жарды тамаша насихаттың түсіне білгенге мол тағылым берері анық. Алайда мүшриктер Абу Талиптің бұл насихатын да ұнатпады. Өйткені олар жарқын болашаққа бастар хақ жолды таңдаудың орнына күпірліктің кең қанат жаюы үшін әртүрлі жоспарлар ойлап, оларды жүзеге асыру арқылы өздерін терең құрдымға батыруды көздегенді. Сондықтан Абу Талиптің айтқандарын жақтырмай, мұрындарын шүйіріп, бір-бірлеп үйден шығып кете барды. Соңғы үміт. Құрайыштың жуандары шығып кеткен соң, Әбу Талип інісіне қарап, сен оларға қолдарынан келмейтін нәрсе айтқан жоқсың деді.
Көкесінің осы сөзінен пайғамбарымыздың көңілі гүлдей жайнап, жүрегінде үміт оты қылаң берді. Қаншама жылдан кейін көкесі исламды қабылдайтындай сыңай танытып, иман келтіруге ыңғайланғандай көрінді. Мейірімді пайғамбарымыз өзіне қамқоршы болған жалғыз көкесінің имансыз кететініне іштей разы болмай, зор үмітпен, олай болса, сол сөзді сен айт, қиямет күні мен саған шапағат етейін деді. Күллі адам баласының иманын құтқару үшін жіберілген ардақты жанының әлбетте өзінің ет жақыны әрі қамқоршысы болған көкесінің иманға келгенін армандайтыны анық. Бірақ иман келтіру адамның маңдайына бақ болып бұйыратын игілік. Ол пайғамбар болса да, Алла қаламаса, ешкімді тура жолға сала алмайды. Түскен уахида да осы жайт меңзеліп: «Уа Мұхаммед, сен көңіліңе жаққан әр адамды тура жолға сала алмайсың. Алла ғана қалаған пендесін тура жолға салады» делінген еді. Мұңды қоштасу. Алла елшісінің немере ағасына деген сүйіспеншілігі орасан зор болатын. Ол соңғы рет барын салып ағасын көндірмек болды. Алайда бұл жолы да үміт оты ақталмады. Расулалланың қатты үміттенгенін көріп Әбу Талиб: «Мұхаммед», деді даусынан. Босқа үміттенбе дегенін аңғару қиын емес еді. Бір сәт тоқтап, дүниеден өткеннен кейін аталары ақылынан адасты, немесе өлімнен қорыққандықтан осы сөзді айтты деп ұрпақтарымды мазақ етпейтін болса, сол сөзіңді айтар едім. Оның өзінде де тек сен үшін ғана деді. Бірақ Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сонда да әр сәтті, әр мүмкіндікті пайдаланып, көкесіне калиманы айтқызуға тырысты. Күпірлікті ту еткендер біраздан кейін Әбу Талибтің қасына қайтып келді. Осы кезде Алла елшісі төсекте жатқан көкесінің жанына жақындай бергенде, басқа бір туысқан ағасы пайғамбарымыздың алдын орап Әбу Талибтің жанына отырып алды. Сондағы мақсаты пайғамбарымыздың көкесіне ақырғы демінде насихат айтып, хақ дінді мойындатуына жол бермеу еді. Әбу Талибтің жан дүниесі өмір мен өлім арасында арпалысып жатқан сәтте де күпірлік түсінігі мызғымады, иілмеді. Алла Расулына мүмкіндік бермеді. Мүшриктер: «Ей Әбу Талиб, әлде Әбу Талибтің дінінен бас тарттың ба?» деп сұрады. Әбу Талиб: «Жоқ, мен Әбу Талибтің дінінде қалдым», деп жауап берді. Ажал алдында жанталасып жатқанда қасында інісі Аббас та бар еді. Ол да Әбу Талибтің аузын бағып не айтар екен деп тосыла қараумен болды. Көп ұзамай тілі калимаға келместен пайғамбарымыздың асқар таудай алып ағасы, қамқоршысы үзіліп кете барды. Күпірліктің қысымы мен иманға жол таба алмай кеткен көкесі үшін Алланың елшісі бұдан кейін де дұға жасап, кешірім сұрауын тоқтатпады. Тіпті: «Уаллахи, бұған тыйым салынбайынша сен үшін кешірім сұрай беретін боламын», деп көкесіне деген сүйіспеншілігінен соншалықты кең екенін көрсетті. Пайғамбарымыздың осы ниеті көп ұзамастан Жәбірейілдің жеткізген хабарымен жаңа арнаға бет бұрды. Түскен аят болған жағдайды баяндап, кейінгі келетін ұрпаққа ата-бабаларының өмірлерінен мысал келтіріп, мұндай жағдайда да не істеу керектігін түсіндірді. Кәпір күйінде өліп, тозаққа екендіктері анық белгілі болғаннан кейін пайғамбар мен мүміндердің тіпті жақын туысы болса да, мүшриктер үшін Алладан кешірім тілеуі лайық емес. Ал Ибрахимнің әкесі үшін кешірім тілегеніне келсек, кезінде әкесіне «Сен үшін Раббымнан кешірім тілеймін» деп берген уәдесін орындағаны ғана болатын. Алайда оған әкесінің Аллаға айнымас дұшпан екені анық белгілі болғанда, ол одан мүлдем қол үзді. Расында Ибрахим ел-жұрты үшін уайым жейтін, Раббысына көп жалбарынатын, өте сабырлы да кеңшілігі мол жан еді. Жерлеу рәсімдер біткеннен кейін Аббас ибн Абдымуталиб Алланың елшісіне келіп: «Әбу Талиб сен сұраған сол сөзді соңғы сәтте айтты», деді. «Мен естімедім», деді пайғамбарымыз. Әзірет Аббас Алла Расулынан көкесін айыптамауды, оған жұмсақтық танытуды талап етті.
пайғамбарымыз онсыз да тұла бойы мейірім тұнған һәм қара қылды қақ жарған жан еді. Ол баршаға үлгі-өнеге болғандықтан Әзірет Аббасқа қарап: «Қиямет күні менің шапағатым оған пайда беріп, жаһаннамдағы азабы сәл де болса жеңілдер деп үміттенемін», деді.